Жуынатын бөлмелерге су жылытатын газ қондырғыларын рұқсатсыз өз бетінше қоямыз деп, тұншықтырғыш газдан көз жұмғандар саны азаймай тұр. Жуынатын бөлмеге мұндай қондырғыларды орнатуға болмайды. Суды жылытатын газ қондырғыларын дұрыс пайдаланбаса, ол газ тараған сәтте жарылыс пен өртке себеп болуы мүмкін. Мұржа тартпай қалғанда, мұндай қондырғыдан шыққан тұншықтырғыш газ қайғылы жағдайға алып келуі мүмкін. Су жылытатын газ қондырғыларын тек қана бөлменің ауасын тазартуға мүмкіндік беретін желдеткіш каналдары, ашылатын терезесі бар ас үйге, сондай-ақ қазандықтар орнатылған бөлмелерге қоюға болады. 1 текше метр газдың жанып кетуі үшін 10 текше метр ауа қажет. Жуынатын бөлмелерде ондай мүмкіндігі жоқ. Сондықтан суды жылытатын газ қондырғыларын жуынатын бөлмелерге орнатуға рұқсат берілмейді. Жадыңызда сақтаңыз. Газ жабдықтарын орнату және жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар жүргізуі тиіс. Пайдаланатын газ қондырғыларында қауіпсіздік автоматикасы болғаны дұрыс. Ол жалын өшіп қалғанда және түтін тартпай қалғанда газ беруді автоматты түрде тоқтатады. Газдың иісі шыққанда және тұншықтырғыш газ тарағанда белгі беретін дабылдатқыштар орнату керек. Газ қызметі мамандарының рұқсатынсыз газ жабдықтарының орнын ауыстыруға және қосымша нүктелерді қосуға рұқсат жоқ. Газ және газбен жабдықтау туралы заңға сәйкес үй ішіндегі және пәтердегі газ жабдықтарының дұрыс жұмыс істеуіне сіз жауаптысыз. Өзіңізге және жақындарыңыздың өміріне қауіп қатер төндірмеңіз.